Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бауыр тортын дайындаймыз. Өте оңай әрі тез дайындалады. Бауырымызды ұсақ бөліктерге бөліп қойдым. Енді блендермен езетін боламын. Қаласаңыздар ет тартқыштан да өткізуге болады. Енді үстіне жұмыртқа салып, тұз, қара бұрыш қосып еземіз. Сүт құйып, електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Ең соңында сұйық майымызды құямыз, бәрін жақсылап араластырамыз. Міне осындай болып шығуы керек. Табамызға кішкене май құйып, жақсылап жағамыз. Қызғаннан кейін табаға жұқалап құйып, екі жағында пісіріп аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдымен пиязды кесіп аламыз. Сәбізді үкіштің үлкен көзінен өткіземіз. Табаға сұйық май құйып, пиязды, кейін үстіне сәбізді салып, әбден қуырып аламыз. Ыдысқа майонез салып, үстіне 2 сарымсақты өткізгіштен өткізіп қосып араластырамыз. Ал енді тортымызды жинайық. Бірінші майонезді жағамыз, үстіне сәбізді жағамыз. Осылай қайталап отырып жинаймыз. Бауыр тортымызды жұмыртқамен үккіштен өткізіп әсемдейміз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мінекей дайын болды. Дәміне енді сөз жоқ. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.